Өтірік сөйлеу туралы. Білмейсің бе, ей Мұхаммед, өтірік сөйлеу менікі, және ең бірінші өтірік сөйлеген менімен. Егер біреу өтірік сөйлесе, ол менің досым. Егер біреу өтірік ант ішсе, ол менің ең жақсы көретін адамым. Білмейсің бе, ей Мұхаммед, мен Адам мен Хауаға Алла атынан өтірік ант еткенмін. Мен шынында сіздерге насихат айтып отырмын. Айттым, осыны істеймін. Неге десеңіз, өтірік жерге ант ету көңілімнің шаттануы. Ғайбат өсек туралы. Ғайбатқа өсек айтуға келетін болсақ, олар да менің жемісім, менің қуанышым. Некеден бас тарту туралы. Кімде-кім некеден бас тартуға ант етсе, талақ деген сөзді ауызға алса, күнәһар болатындығынан уайымдамайды. Егер біреу некеден бас тартуды аузына алса, сонау шындық белгілі болғанға дейін әйелі арам болады. Олардың бұл халдерінен қияметке дейін туылған балалары некесіз туылған болып есептеледі. Аузына алынған некеден бас тарту деген сөзінің кесірінен барлығы да дозаққа кіреді. Намаз туралы. Ей Мұхаммед, намазды жиі кешіктіретін кісіге келгенде, оны да алдаймын. Кейбіреулер мезгілінде намазға тұрғысы келсе, кідіртемін. Мен оны жаман оймен ұстаймын. Оған жамандап былай деймін. Асықпа, уақыт бар. Сенің қолың бос емес. Әзірше өзіңнің жұмысыңды істей бер. Сонан соң оқисың. Осылайша ол уақыты өтіп кеткен соң намазды кеш оқиды. Сол себепті оның оқыған намазы бетіне ұрылады. Егерде ол бұл жолы мені тыңдамаса, оған адам шайтандардың біреуін жіберемін. Бұл оның намазын уақытында орындаудан бас тартқызады. Ол бұл кезде де мені жеңсе, оның есесін намазында көремін. Ол намаз оқып жатқанда оған оңға қара, солға қара деймін. Ол қарайды да, айтқанымды орындаса, мен оның бетін сипалап, шекесін сүйемін. Бірақ оған сен өте жараспайтын бір іс істедің деймін. Және осылайша оның ықыласын бұзамын. Сен де білесің ғой, ей Мұхаммед, әркім намазда оңға солға көп қарай берсе, Алла оның намазын қабыл етпейді. Ал егер бұл жерде де оған жеңілсем, бір өзі намаз оқыған кезде жанына келемін де, оған тез-тез оқы деп әмір беремін. Ол намазын тез-тез оқи бастайды. Тіпті қораз тұмсығымен жерден бидай жинаған сияқты, бұл жерде ол менің айтқандарымды орындамай, оған тағы да жеңіліп қалсам, келесі жолы ол жамағатпен намаз оқыған кезде жанына барамын. Ол жерде басына бір ноқта саламын. Басын имамнан бұрын сәжде деген намазда маңдайын жайнамазға жерге тигізу. Және рукух деген намазда белді еңкейген қалыпта омыртқаны түзу ұстап, екі көзі аяқтың саусағына қараған күйде, екі қолмен тізені қыса ұстап тұру. Соны көтеремін. Имамнан бұрын сәжде және рукух істетемін. Міне, ол осылай істегені үшін қиямет күні Алла оның басының орнына есектің басын береді. Ол бұл жолы да мені жеңсе, онда оған намаз үстінде саусақтарыңды сытырлат деп әмір етемін. Осылайша ол саусақтарын сытырлатса, маған тәсбих аударған болады. Ал егер бұл жолы да оған жеңілсем, оның жанына қайтып барамын. Мен үрлегенде ол есіней бастайды. Егерде ол есінеген кезде аузын алақанының сыртымен жаппаса, оның ішіне кішкентай бір шайтан кіреді. Сонан соң ол адам дүние туралы соңы жоқ тілектерін көбейтеді. Міне осыдан кейін ол тек біздің айтқанымызды істеп, сөзімізді тыңдайтын болады. Шайтан бұдан кейін сөзін жалғастырды. Ей Мұхаммед, сен үмметіңнің қай жақсы ісіне қуанбақсың? Мен олардың жолын байлаймын. Диуаналарға кедей-кепшіктерге барамын да, намазын тастауға әмір беремін. Оларға айтамын. Намаз сендер үшін емес. Намаз Алла көп дүние мүлік берген адамдар үшін деймін. Одан кейін ауруларға барамын. Намаз оқымаңдар деймін. Не үшін десеңдер, ауруларды намаз оқуға ешкім мәжбүр етпейді. Жазылғаннан кейін көбірек етіп өтейсіңдер деймін. Осылайша олар намазын тастайды. Тіпті діннен шығып кетуі мүмкін. Егерде ол ауру кезінде намазын тастап өліп кетсе, алдына барған кезде Алла тағаланың өзіне ашулы екенін көреді. Содан кейін былай деді. Ей Мұхаммед, егер бұл сөздеріме өтірік қосқан болсам, мені сары шаян шағып алсын.
Ал егер сөздерімде өтірік бар болса, Алладан тіле, мені құл қылсын. Әр алуан сұрақтар. Ібліс бұдан кейін сөзін жалғастырып былай деді: Ей Мұхаммед, үмметіңе сенің көңілің көнши ме? Мен ғой олардың 6-дан 1 бөлігін діннен шығардым. Бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Ібліске төмендегідей қысқа сұрақтар қойды. Лағнеті ол сұрақтарға былайша жауап берді: Ей малғұн, бірге отыратын жолдасың кім? Өсімқорлар. Досың кім? Зинахорлар. Төсектесің кім? Маскүнемдер. Қонағың кім? Ұрлықшылар. Елшің кім? Сиқыршылар. Көзіңнің нұры не? Зайыбынан ажырасқандар. Сүйіктің кім? Жұма намазын тастап кеткендер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді басқа бір тақырыпқа көшіп былай деді: Ей малғұн, сенің көңіліңді не бұзады? Алла жолында күресуге шапқан аттардың кісінеуі. Мақұл, сенің денеңді не ерітеді? Тәубе еткендердің тәубесі. Бауырыңды не ірітіп шірітеді? Күндіз түні Алладан кешірім сұрау. Бетіңді қай уақытта тыжырайтасың? Жасырып садақа берілген уақытта. Мақұл, сөздеріңді көр қылатын не? Түнгі намаз. Мақұл, басыңды не идіреді? Жамағатпен көп рет орындалған намаз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа бір тақырыпқа көшіп былай деп сұрады: Сен үшін адамдардың ішінде ең бақыттысы кім? Намаздарын біліп тұрып, әдейі тастағандар. Мақұл, адамдардың ішіндегі ең күнәһары кім? Сараңдар. Мақұл, сенің жұмысыңа кім кедергі жасайды? Ғалымдардың мәжілістері. Мақұл, тамағыңды қалай жейсің? Сол қолыммен, саусақтарымның ұшымен. Мақұл, өте ыстық жел тұрған кезде, аптап ыстық болғанда, балаларыңды қай жерге жасырасың? Адамдардың тырнағының астына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа бір тақырыпқа көшіп сұрақтар қойды. Ібліс жауап берді: Раббыңнан не талап еттің? 10 нәрсе талап еттім. Ей малғұн, олар не нәрселер? Мыналар. Бірінші, Алладан сұрадым: Мені адам баласының мал-мүлкіне және бала-шағасына ортақ қыл. Алла бұл ортақтық тілегімді орындады. Шаман келгенін даусыңмен еліктір. Оларға еншілес бол. Мал-мүлкіне және бала-шағасына ортақ бол. 17:64. Уәде бер. Әйтпесе шайтан оларға тек тәкаппарлықты уәде етеді. Әл-Исра сүресінің 64-ші аяты. Білгеніңді істе. Шаман келгенді сұрқия даусыңмен азғырып, түрте жамандыққа бастай бер. Оларға атты әрі жаяу жендеттеріңмен атой салып, шабуыл жаса. Мал-пұлдары мен бала-шағаларына ортақтас бол. Һәм оларға жиі уәде бер, деп айтты. Әйтсе де, Әзәзіл шайтан оларды алдағаннан басқа небір жетіскен уәде береді дейсің. Құрандағы аят арқылы расталады. Әрбір бисмилласыз сойылған мал етінен жеймін. Өсім, процент және арам араласқан тамақтан да жеймін. Шайтаннан қашып, Аллаға жүгінбеген малға ортақпын. Жыныстық қатынастың алдында Аллаға жүгінбеген ерлі-зайыптылардың ісіне араласамын. Олардан туған бала бізге бой ұсынады. Егер біреу бір мініс көлігіне аяқ аттар кезде, адал жолды емес, арам жолды қалап мінсе, мен де онымен бірге мінемін. Жол серігі және мінгесетін жолдасы боламын. Бұл да Құранның аятымен расталады. Алла тағала маған мына әмірді берді. Және оларға атты жаяу түрде келіп, байбалам салып дүрліктір. Екінші, Алла тағаладан тіледім, маған үй бер деп. Маған үй ретінде моншаларды берді. Үшінші, маған мешіт бер деп тіледім. Базарларды маған мешіт етіп берді. Төртінші, мен үшін оқитын бір кітап беруін сұрадым. Өлеңдерді маған оқу кітабы етіп берді. Бесінші, мен үшін бір азан бер деп тіледім. Берді. Алтыншы, маған төсектес жолдас бер дедім. Маскүнемдерді берді. Жетінші, маған көмекші бер деп сұрадым.
Бұл үшін маған 8-ші. Маған бауыр бер дедің. Мал-мүлкін бостан-босқа ысырап қылатындарды және ақшасын жаман жолға жарататындарды берді. Бұларда Құранның аятымен расталған. Шынында ысырап қылатындар шайтанның туысы. Әл-Исра сүресі 27-ші аят. Шүбәсіз ысырапқорлар шайтандарға бауыр және де ақшасын жаман жолға жарататындарды берді. Бұларда Құранның аяттарымен расталған. Шынында ысырап қылатындар шайтанның туысы. Бір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деді: егер айтқандарыңды Алланың кітабындағы аяттармен растамағанда, сені мақұлдамайтын едім. Бұдан кейін Иблис сөзін жалғастырды. 9-шы. Ей Мұхаммед, сосын Алладан мен адам баласын көрейін, бірақ олар мені көре алмасын деп тіледім. Бұл тілегімді де орындады. 10-шы. Адам ұлдарының қан тамырларының ішінде маған бір жол істеуін өтіндім. Бұл да орындалды. Осылайша мен олардың тұла бойында ағып жүремін. Қалай ағатынымды өзім білемін. Алла осы сұрағандарымды түгел берді. Барлығы саған берілді деді. Мен бұлар үшін мақтанамын. Сосын мынаны да қосайын. Менімен бірге болғандар сенімен бірге жүргендерден өте көп. Міне осылайша қияметке дейін адам ұлдарының көпшілігі менімен бірге болады. Бұдан кейін Иблис былай түсіндірді: менің бір ұлым бар, аты Әтеме. Bir құл құптан намазын оқымай жатса, оның құлағына барып әбдес деген кіші дәретін бұзады. Құптан намазын оқымаған адамның құлағына кіші дәретін бұзып кетеді екен. Егер бұлай болмағанда, адамдар намаздарын орындамай ұйықтай алмас еді. Менің тағы бір балам бар, аты Мүтеқазы. Бұның жұмысы жасырын істелген амалдарды жариялауға тырысу. Мысалы, бір құл жасырын бір ғибадат істесе, және істеген амалын жасыруға әрекеттенсе, Мүтеқазы оны түртеді. Ең соңында ол жасырын істелінген амалдарының жариялануына соқтырады. Осылайша Алла Тағала бұл амал иесінің 100-99 сауабын жоқ қылады. Бір сауабы қалады. Неліктен дейсіз ғой? Bir құлға жасырын істелген амал үшін толық 100 сауап беріледі. Менің тағы бір балам бар. Оның аты Күхайл. Бұның жұмысы адамдардың көзіне сүрме дегеніміз астарлы мағынада жағу. Ең бірінші ғалымдар мәжілісінде және екінші құтпа оқыған кезде, бұл кезде көзіне сүрме жағылысымен олардың алды қалғып, мүлгіп ұйықтай бастайды. Сөйтіп ғалымның сөзін тыңдай алмайды. Осылайша ешбір сауап ала алмай қалады. Бұдан кейін Иблис былай түсіндірді: қандай әйел болсын, оның тұрған орнына шайтан отырады. Әр әйелдің құлағында бір шайтан отырады, және ол әйелді оған назар салғандарға әдемі етіп көрсетеді. Сонан соң ол әйелге кейбір әмірлер береді. Мысалы, қолыңды сыртқа шығар, көрсет дейді. Ол да бұл әмірді орындайды. Қолын ашады, көрсетеді. Бұдан кейін ол әйелдің ұяңдық пердесін тырнағымен жыртады. Иблис бұдан кейін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға өз жағдайын түсіндірді. Ей Мұхаммед, біреуді жамандыққа сүйрейтін қолында мүмкіндік жоқ. Мен тек аздырамын, уәсуәса беремін, алдаймын, және бір нәрсені әдемі етіп көрсетемін, еліктіремін. Егер жамандыққа сүйрей алатын болсам, жер жүзінде Алладан басқа Құдай жоқ, және Мұхаммед оның елшісі деген адам, яғни иман келтірген бірде-бір бәндені және намаз оқитын кісіні қалдырмас едім. Баршасын жамандыққа итермелейтін едім. Дәл мен сияқты сенің қолыңда да бар нәрсені орындай білетін қабілетің жоқ. Яғни адамдарды мұсылман қылуға құдіретің жетпейді. Сен тек қана Алланың елшісісің және дінге шақырушысың. Егер сенің қолыңда бір адамды мұсылман жасай алу мүмкіндігің болғанда, жер жүзінде бірде-бір кәпір қалмас еді. Сен Алланың құлдарына тура жолды көрсетушісің. Ал мен ежелден-ақ маңдайына кәпір, күнәһар деп жазылған адамдарға тек қана себепші боламын. Иманды болатын адам сонау ананың қарнында-ақ белгілі. Кәпір болатын адам да ананың қарнында-ақ аян. Бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына екі аятты оқыды. Бұлар сонау соңына шейін осылай ауыспалы түрде жалғасады. Тек қана Раббың сақтағандардан басқа. 11, 118, 119 аят. Алланың әмірі тұжырымды бір үкім. 33-38.
Budan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam iblisga bulay dedi: "Ey iblis, sening tavba etuing және Allohga bet buruing mumkin emasmi? Eğer aytganimni o'rindasang, jannatga kiruingga kefil bo'layin." Iblis bulay dedi: "Ey Allohning elchisi, is berilgan amirga qaray bo'ldi. Sheshimni жазgan qalamda qurg'adi. Qiyomatga deyin жазмышты istir bo'ladi. Seni payg'ambarding eng ulkani qilgan, jannat xalqining shesheni yetkin, seni xalqning ishidan tangdagan, және xalq arasında suyuktu jasagan, al meni kafirlerдің kafiri yetkin, және dozaq xalqining shesheni qilgan. Dozaq xalqining shesheni qilgan Allah, және de оның ешқандай кемшілігі жоқ." Iblis сөздерін бұлай аяқтады: "Mine саған осы айтқандарым соңғы сөздерім, және айтқандарымның барлығы шындық. Әуелгі, ақырғы, көзге көрінетін және көрінбейтін әлемдердің Раббы болған Аллаға шүкіршілік болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассаламға Алла амандық берсін. Жанұясына да, бүтін сахабаларына да, әумин. Бүтін пайғамбарларға сәлем болсын. Әлемнің Раббы Аллаға тағы да шүкіршілік болсын."